Қайырлы күн достар, қазіргі кезде хит самсаға айналған сұранысы жоғары ұйғыр самсасын дайындаймыз. Сонымен видеоны соңына дейін көріңіздер. Алдымен електен өткен ұнға осындай салқын сармайды, яғни морозильникте тұрған сармайды үккіштен өткіземіз. Ол морозильникте тұрса жақсы үккіштен өтетін болады. Ұнға аунатып өткізіңіздер. Одан кейін қолымызбен ысқалап ұн мен майды біріктіреміз. Бізге жұмыртқаның екі сарысы керек, сондықтан екі жұмыртқаны сарысы мен ағын ажыратып аламыз. Үстіне тұз қосып, бір бүтін жұмыртқаның өзін шағып саламыз. Енді бізге таразы керек болады. Бұның үстіне 100 грамм қаймақ қосамын. Менде қолданып жатқан қаймақ кәдімгі дүкеннің қаймағы 20%. Дайын болған қамырға қосамыз, яғни оның ортасын кішкене ашып қойыңыздар. Және су құйып, қамыр илейміз. Бізде осындай өте жұмсақ қамыр пайда болады. Бұл дайын болған қамырымызды кәдімгі пакетке салып, холодильникке 1 сағатқа қоямыз. 1 сағат өтті, енді қамырымызды жақсылап жаямыз. Өте қалың немесе өте жұқа қылмаймыз. Және ұрпақты жақсылап себе беріңіздер. Өткен бұның құрамында май мен қаймақ бар, сондықтан жабысып қалу дәрежесі жоғары. Қамырдың жұмсақтығы соншалықты, осы қамырды мен 4 минутта ғана жайып тастадым. Міне қамыр жайылып болды. Енді бұған ертілген сармай құямыз. Осылай ертіп аламыз, немесе бөлме температурасында болғаны жақсы. Барлық жеріне тигізіп, жақсылап жағамыз. Және орап жатқан кезде осылай ұрпақты жақсылап себе беріңіздер. Сонда оралып жатқанда анау жаққан майларыңыз жылжып кетпейді. Дайын болған қамырды пищевой пленкаға орап, оны холодильникте 2 сағатқа сақтаймыз, немесе морозильникте сақтап қойсаңыздар болады. Салмасын дайындаймыз тек қамырды холодильниктен шығарғаннан кейін ғана. Өйткені мұнда пиязды өте жұқа және майда етіп турауларыңыз керек. Алдын ала істеп қойсаңыздар иістеніп, суы шығып кетеді. Үстіне тартылған етті салып, одан кейін тұз, бұрыш, зіре қосыңыздар, ол міндетті түрде ұйғыр самсасына қосылады. Өзіңіз қалаған дәмдеуіштерді қосып, жақсылап араластырамыз. Ендігі кезекте қамырдың барлығын жеке-жеке 40 грамм етіп өлшеп алып, жаюға ыңғайлы етіп дөңгелектеп дайындап аламыз. Қамырды да жайып дайындап қоямыз. Қамырды үлкен қылмаймыз, жұқа қылмаймыз, кішкене қалыңдау етіп жаямыз. Міне осылай болу керек, жұқа болмасын, өйткені салмасы ортасына жақсы салынатындықтан, ол сыртқы қамыры бірден пісіп кету мүмкін де, ортасы салмасы піспей қалады. Ал салмасына келетін болсақ, оны 35 граммнан өлшеп алу керек. Міне барлығын дайындап алдық, енді жаймен түйуді бастаймыз. Мен сіздерге қазір өріп түйудің 2 түрлі жолын көрсетемін. Бірінші жан жағын жақсылап қолмен істеп аламыз. Міне бас бармағымызбен жұмыс істейміз. Бас бармақпен жақсылап шыққан кезде, басып шыққан кезде міне көрініп тұр ғой, өзі бөлініп. Сонымен ғана жұмыс істей бересіздер. Мен сіздерге қазір жай көрсетіп жатырмын. Тез істеуге болады, қолдарыңыз үйренгенше. Енді дайын болған самсаны осыны кішкене табаға ұрып, тікесінен қоямыз. Жатқызып қоймаймыз, осылай тікесінен қоямыз.
Келесі, бұл да оңай жолы, қамырды кәдімгідей бұрап істейсіздер екі саусақтың көмегімен. Көріп үйреніп алыңыздар, өздеріңізге қайсысы ыңғайлы сол жолмен жасаңыздар. Ұйғыр самсасының ерекшелігі осы сыртын осылай өріп істеуінде. Түйіп болған самсалардың сыртына жұмыртқаның сарысын жағамыз. Мұнда екі бетіне де бірдей тегізіп жағыңыздар. Байқадыңыздар ма, мен кішкене самсаны жатқызып қойдым, өйткені қазір бетіне қара немесе ақ күнжіт себеміз, ол болмаса седана сепсеңіздер болады. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минутта пісіреміз. Самсамыз дайын, жанұямызды, туыстарымызды дәмді самсамен тойдырайық. Сіздермен бірге Үрбіш Әмірқызы.